Саламатсыздар ма, білім алушы студенттер? Мен Мендеева Зияш Боранбайқызы, Ақтөбе көлік коммуникация және жаңа технология колледжінің тарих пәнінің оқытушысымын. Сіздерге мәдениеттану пәнінен қазіргі Қазақстан мәдениеті тақырыбында қашықтықтан оқыту әдісін пайдалана отырып сабақ жүргіземін. Сабақтың басты мақсатына назар аударсақ, Қазақстан Республикасының мәдениет саласындағы жаңа бағыттарын айқындау, бірыңғай мәдени ақпараттық кеңес құрудағы процесін түсіндіру, мәдени мұра маңыздылығын баяндау, рухани жаңғыру бағдарлама аясында туған жер ұғымын түсіндіру, ұлттық мәдениет пен өркениеттің қатар дамитын процесс екендігін дәлелдеу болып табылады. Елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев біздің мәдениетіміздің тарихын құрайтын нәрсенің бәріне мұқиятпен қарауды бізге де орнықтыру керек, және мұны оқымысты мамандардың арасында ғана емес, сонымен бірге тұтастай қоғамда орналастыру керек деген болатын. Елбасының салиқалы саясатының арқасында қазақ елі тәуелсіздігін алғаннан бері қуатты мемлекет ретінде қалыптасып, әлемнің алдыңғы қатарлы еліне айналу жолында биік белестерді бағындырды. 2004 жылы 13 қаңтарда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың 2004-2006 жылдарға арналған мемлекеттік мәдени мұра бағдарламасы жобасы аясында жарлығы да жүзеге асты. Бағдарлама аясында 51 ескерткіш қайта жаңғыртылып, 39 қалашық қайта жөнделді. Қытайға, Ресейге, Өзбекстанға, Түркияға, Монголияға, Египет, Батыс Европа елдеріне жасалған ғылыми экспедиция барысында Қазақстан тарихы, этнографиясы, өнері жөнінде 500 мыңға жуық басылымдар табылды. Қазақстан аумағында көптеген тарихи мәдени ескерткіштер бар. Солармен қазір бірқатармен танысып өтейік сіздермен бірге. Республика аумағында негізінен 25 мыңнан астам тарихи ескерткіштер бар. Астана қаласы тарихи мәдени орталықтарда кем емес. Сонымен қатар негізгі орталықтар бойынша тоқталатын болсақ, ол біздің негізгі бірінші Қазақстанның Шығыс Қазақстан аймағы. Шығыс Қазақстанда Абай мен Шәкәрімнің Қозы көрпеш баян сұлу кесенесі орналасқан. Ал Қазақстанның оңтүстік шығыс аймағына келетін болсақ, бізде әйгілі Түркістан қаласында Қожа Ахмет Яссауи кесенесі орналасқан. Тараз қаласында Айша бибі мазар орналасса, және Алматы маңында өзіміз білетін Есік қорғаны табылған. Және мынау тұрған Қызылорда облысында Қорқыт атаның кесенесі орналасқан. Сонымен қатар республика аумағының орталық Қазақстанда Жошы ханның мазары орналасқан, және солтүстік Қазақстан Бурабайда Абылай хан мен Кенесары ханның ордалары орналасқан. Сонымен қатар Сырымбет өлкесі қазақтың тұңғыш этнограф ғалымы Шоқан Уәлихановтың туған жер болып саналады. Ал республикамыздың батыс аймағында, батыс Қазақстанда Сарайшық қаласының негізгі қалдықтары орналасқан. Сонымен қатар осы аймақта Қасым ханның бейіті орналасқан. Жалпы Қазақстан жері тарихи ескерткіштерден кенде емес, бірақ оларды ұрпақтан ұрпаққа мұра етіп қалдырып, дәстүрлі жаңалығын тоқтатпай сақтау, бұл әрине болашақ жас ұрпақтың қолында. Мәдени мұра бағдарламасы еліміздегі баға жетпес ең құнды жобалардың бірі. Қазақ халқының рухани және материалдық мәдениетін әлемге паш ететін теңдессіз дүние. Адамзат мәдениеті халықтың қол жеткен табыстары мен шығармашылықтарының жиынтығы. Еліміз халықаралық ұйымдар мен мәдениет саласындағы ынтымақтастық туралы 49 келісімге қол қойып, әр елде Қазақстанның мәдени күндері аталып өтті. Тарихта көбі талас. Сол көп таластың ішінде көшпенділер өркениетіне қатысты екіұдай пікір де елес береді.
Батыс рухын басым ететін ғалымдар бабаларымыздың өмір сүру салтын тағылықпен табыстырады. Желдің ығымен жер шалған дейді. Тарих деген бұра тартуға болмайтын бұла күш. Сондықтан, егер әлгілердің сөзінде әділдік болса, оны қабылдау керек. Бірақ олардікі қабылдауға келмейтін қате байлам. Оған алтын адамды айғақ етсеңіз де жеткілікті. Ол талай құпия дүниенің құлпын ашты. Ұлы дала өркениетінің даралығын танытты. Бүгінде адамзат өмірінің ажырамас бөлігіне айналған талай заттың табылған мекені де қасиетті қазақ жері. Демек, технологиялық төңкерістердің ошағы да осы ұлы дала. Алайда біз тарихтың бұл тартуын жекелей ғана жетістік санап жүрміз. Енді тұтас күйінде тұғырландыру керек. Елбасы жариялаған ұлы даланың 7 қыры атты мақала соған жетелейді. ЮНЕСКО тізімінде тұрған әлемдік мұра тізіміне бұған дейін Қожа Ахмет Яссауи кесенесі мен тамғалы петроглифтері енсе, бүгінгі таңда Ұлы Жібек жолы бойындағы 8 нысан Жетісудан Талғар, Қаялық, Қарамерген, Жамбыл облысынан Ақтөбе, Өрнек, Құлан, Қостөбе, Ақыртас ескерткіштері қосылды. Сонымен бірге қазақ халқының киіз үйі, домбыра аспабы да жаңа әлемдік тізімдер қатарына енді. Төрткүл дүниені ат жағымен дүбірлеткен даңқты бабалардың мәңгілік ел мұраты қайта жалғанды. Ең бастысы, Қазақстанның көп ұлтты халқы бейбіт өмір сүруде. Сонымен, сабағымызды қорытындылай келе, қазіргі Қазақстан мәдениетін, яғни тәуелсіздік алғаннан кейінгі мәдениетіміз жайында баяндап, қандай құндылықтарымыз жоғалтып, немесе қандай құндылықтарға ие болдық деген сұрақтар аясында ой пікірімізді жазып келеміз. Немесе Блум таксономиясымен не білдім, не үйрендім, не білуім керек деген сұрақтар аясында кестемен де жұмыс жүргізуімізге болады. Яғни шығармашылық ізденіс ол бүгінгі күннің талабы. Сондықтан берілген тапсырмаға толық ой пікірлерімізді жазып келеміз. Сау саламатта болыңыздар.